Саламатсыздар ма көрермендер, қалайсыздар? Бүгін сіздерге нағыз нарынның жасалу барысымен бөлісетін боламын. Бұл нарын өте дәмді әрі сондай тойымда аз, сондықтан видеоны соңына дейін көру арқылы нарынның жасалу жолын біле алатын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Нарынды жасау үшін бізге қажет болады сүрленген ет қажет болады. Қамырымызды елеместен алдын осындай сүрленген етімізді қазанға салып қайната береміз. Одан кейін қамырымызды дайындаймыз. Бір кесе өзімізге шағындап, отбасымызға лайықтап қамырымызды елеп аламыз. Жұмыртқамызды, тұзымызды қосып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып, қаттылау қылып қамыр елейміз. Мінекей бізде осындай бір тегіс қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Енді осы қамырымызды тындырып қоямыз. Әр 10-15 минут сайын 2-3 мәрте қайтарып жіберетін боламыз. Сонда қамырымыз тегіс, әрі бір тегіс болып әдемі жайылатын болады. Етім қайнады, көбігін алдым. Енді сәбіз қосу негізі міндетті емес. Көбінесе нарынға сәбіз қоспайды. Мен шамал қамырға, сорпаға дәм берсін, реңім берсін деп осындай сәбіз салып жатырмын, күшлеу, және де 2 жуаны пиязды осылай сорпаға саламын. Кейін сүзіп алып тастаймын, сорпаға әдемі дәм береді. Осылай баяу отта кемі 2-2,5 сағат қайнайды. Етіміз өте жұмсақ болып пісу керек бізде. Сорпамыз, біздің етіміз пісті. Енді сорпамызды осындай ситаның көмегімен өзімізге керек мөлшердегі сорпамызды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Барлығын сүзіп алмаймыз. Аздап қамыр қайнатуға сорпа алып қаламыз. Еттің дәмі сіңген сорпаға аздап үстіне су қосып, қамырымызды қайнатып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде ситамен сүзіп алыңыздар, сонда біздің сорпамыз тұнық, мөлдір болып шығады. Мінекей мен өзіме керек мөлшердегі сорпамды сүзіп алдым. Енді үстіне тағы да қосымша су құямын. Енді отты қыздырып, суымызды қайнатамын. Енді сорпамыз қайнағанша қамырымызды жайып, дайындап аламыз. Қамырды жайып алдым. Енді аздаған ұн сеуіп жіберем бетіне. Кескен кезде жабысып қалмас үшін. Енді оқтауға орап кесіп аламын. Енді қайнап тұрған суымызға салып, пісіріп алатын боламын. Бисмилля деп. Менің қамырым дайын болды уже. Үстіне жақсылап қайнатып алдым. Енді үстіне аздаған салқын су құйып, қамырымды 2 тарелкаға бөліп сүзіп аламын. Тез қазір бірігіп қалмай тұрған кезде
жайып тастау керек. Осындай табақтарға осындай салқын судың көмегімен қамырларымызды аламыз. Өте ыстық болып тұр. Кептіріп аламыз осылай барлығын табақтарға салып. Осылай барлығын ыдыстарға жайып шығамыз осылай етіп. Мына қамыр кебу керек. Одан кейін барып майлайтын боламыз. Барынша тез-тез жылдамдықты қажет етеді, өйткені бұған ешқандай подлив құйылмағандықтан қамырымыз бірігіп қалуы мүмкін. Қамырымыз суып сорғып кепті. Енді осылай қамырларымызды алып, жұқалап майлаймыз. Өте қатты майлап жіберуге болмайды. Сондықтан аздап қана майлап шығамыз осылай. Бірінің үстіне бірін қойып, осылай майлап кете береміз. Қамырымыздың барлығын майлап дайындап алдық. Енді осылай қамырымызды алып, өзімізге ыңғайландырып, турауымызға ыңғайландырып, осындай рулет секілді етіп орап шығамыз. Барлық қамырымызды осылай рулет көлемінде орап алып, шетінен бастап қиғаштатып отырып тураймыз. Сонда біздің қамырымыз өте жіңішке болып туралынады. Екі шетінен бастап осылай тураймыз. Және де сіздерге мен айта кетейін, менің каналымда көбісіңіз тіркелмей қарайды екенсіздер. Сондықтан менің каналыма тіркеліп алсаңыздар, күнделікті шығарып отырған рецепттерді сонда сіздер оңай көре алатын боласыздар. Менің каналымның дамуына сіздер де өз үлестеріңізді қоссаңыздар екен. Мінекей осылай барлығын турап шығамыз. Қараңыздар, сонда өте майда болып туралынады. Осылай барлық қамырымызды майда етіп турап шығамыз. Мінекей біздің нарынымыз дайын болды. Өте әдемі әрі өте дәмді болып шықты. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар.